Сәлеметсіз апай, бүгінгі сабаққа қош келдіңіз. Бізде сабақ латынша әріптер тану. Кодын сразу бірден запускать ететін болсақ, бізде тапсырма бойынша names деген суреттер жүктеу болатын. Сол жүктеу барысында суреттердің барлығын сақтау. То есть, мысалы, табылған суреттер саны деп ретіме кетеді менде. Мәтін, табылған сөздер, адамның аттары, басына кете береді. Яғни барлығы сақталды, Excel файлына сақталды деп айтады. Ол файлды ашатын болсақ, так, сол загрузкада тұрады менде. Так, ол ашылам дегенше кодты түсіндіріп кететін болсақ, жалпы міне адамдардың аттары сақталған, негізі 50 болатын, бірақ кодымыздың арқасында олар ұзақ үлкейе беретін болады. Кодты Excel файлға жүктеу. Бұл жерде мен бірнеше библиотекалар болатын, OpenCV, OC, одан кейін Pandas, Easy OKR қолданып болатын. Соның моделін ашып аламыз. Одан кейін сол модельмен жұмыс істеу арқылы бірінші файлды ашамыз. Одан кейін суреттерді файлдар табу, ол JPEG және PNG, JPG форматтарын қабылдайды. Одан кейін OKR арқылы танып, ол танылған суреттерді біз неге сақтауымыз керек? Excel файлға жүктеуіміз керек. Осы жалпы айтқанда осы 3 функцияны қосқан болатын. Одан кейін, яғни бұл жерде біздің мақсат, одан кейін семинардың тапсырмасына келетін болсақ, бізде ол латын және қазақ қолжазбаларын танудағы жасанды интеллект. Бұл презентацияда соның маңыздылығы түсіндіргім келеді. Жалпы қазақ тілін мәселен өзектілік қолжазбаны тазалау қажеттілігі. Бұның ерекшелігі бізде бірінші қажеттілік ол тарихи құжаттарды сақтау және шифрландыру. Тарихи құжаттар бізде өте көп, оларды электронға форматы мұқтаждығы бар. Сол үшін бізде осы жасанды интеллект өте қатты көмектесетіні сөзсіз. Одан кейін ол қиындықтар, бұл жерде бізде бірнеше қиындықтар, латын және қазақ жазбаларының ерекшелігі, олар бір-біріне өте ұқсас, ерекше төл әріптеріміз бар, және г, қ, ң, ө деген сияқты оларды арнайы жаттықтыруымыз керек моделімізді. Одан кейін бізде жасанды интеллекттің шешімі, ол нейрондық желілер және оқыту әдістері. Олар үшін біз бұл проблеманы шешу үшін біз нейрондық желілер, яғни CNN және RNN-ді қолданамыз. Одан бізде трансформерлер, олар тану сапасын жақсартады. Одан деректерді өңдеу, ол деректерді алдын ала өңдеу және жақсарту әдістері үшін маңызды. Нақты мысалдар, олар жобалар және зерттеулер. Ол ұлттық кітапханаларда офлайн түрде болған кітапханаларды барлығын цифрландыру үшін қажет. Одан кейін тарих институты тарихта өткен қолжазбалар, құнды деректердің барлығын тану үшін қолданылады және университеттер қолдану мүмкін. Яғни өздерінің деректеріндегі офлайн форматтағы барлығын онлайнға көшіру мәселесін шешу үшін нәтижелер, жетістіктер және перспективалар. Ол бізде 95% мәліметті тануға мүмкіндік береді, және ол 2x, яғни адаммен салыстырғанда 2 есе, одан да кемінде 2 есе үлкен жылдамдықпен жылжи беретін болады. Қорытындылай келетін болсақ, бізде жасанды интеллект және рөлі осы салада, яғни мәдениетті сақтау, яғни қазақ мәдениетін, қолжазбаларын, тарихын, еңбектерін сақтау өте маңызды. Ол және зерттеулер қолдау, ғылыми зерттеулер қолдау, ғылымның алға жылжуына, қазақ тілінің, қазақ филологиясының, тарихының алға біршама жылжуына өте көмектеседі. Одан үшіншісі басты нәрсе ол автоматтандыру. Адам жұмысын барынша азайтып, интеллектуалды жұмысты адамдар қалдырып, монотонный жұмыстарды компьютерге қалдыру. Жалпы осы мен айтқым келген код жағын барлығын неге түсіндіріп кеттім. Отчетта соның барлығын сізге жіберемін, презентациясын бәрін қосып. Жалпы менде осы кодты қорғадым, басқа библиотекамен, одан кейін осының барлығын неге Excel файлға жүктедім. Папканы тексеру, сурет файлдарын табу, файлдарды оқу және OKR-ды тану сынды